Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Мұнарамен басталған таң берекелі болсын. Сіздермен бірге мен Динара Нұрланқызы. Барша мұсылман қауымы асыға күтетін қасиетті Рамазан айы да келіп жетті. Рамазан ислам дінінің 5 парызының бірі саналатын, ораза құлшылығы орындалатын ерекше кезең. Ораза таң сәріден күн батқанға дейін ішіп жеуден, жаман сөз бен жаман әрекеттен тыйылу арқылы адамның өзін тәрбиелеуі. Расында Рамазан күтумен ғана емес, дайындықпен келетін ай. Ниетті дұрыстау, жоспар құру, денені де, рухты да дайындау маңызды. Ендеше қасиетті айға қалай дұрыс дайындалу керек, осы жөнінде Республикалық бас мешіттің бас имамы Қанат Қоянбекұлы айтып береді. Ғалымдар осы Рамазан үлкен сауаптың айы болғаннан кейін бұған дайындық керек екендігі жөнінде көптеген кітаптар, көптеген өздерінің еңбектерін жазып кеткен. Солардың енді жиынтығы ретінде, жалпы сол айтылған кітаптарға байланысты Рамазан айы жақындап келе жатса, мұсылманның дайындығы қалай болады деген кезде, ең бірінші нәрсе адам ниетін дұрыстау керек екен. Яғни көппен бірге бәрі ұстап жатыр ғой, мен де ұстай салайын деген нәрсе емес. Жалпы ғибадатқа жүректің, ықыластың маңыздылығы өте зор, және ол ниет амалдың басында болу керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннамал амалу бинният. Шындығында амалдар ниетпен ғана дұрыс болады деп баяндаған. Сол Алла үшін болса, нұр үстіне нұр. Пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи ва саллям хадисіл қудсиде Алла айтты дейді. Бүкіл құлдың амалдары өз үшін ал ораза мен үшін, оның сыйын мен өзім берем дейді. Яғни Алла үшін жасау маңыздылығы өте зор. Өйткені Алла Тағала сендердің түрлеріңе, дене бітімдеріңе қарамайды. Бірақ жүректеріңе және жасап жатқан амалдарыңа қарайды дейді. Бірінші ендеше ниетті дұрыстау. Алла Тағала осы Рамазанды өзіңнің разылығы үшін, көштен қалып қоймайын, немесе ауызашарда жақсы тамақтар береді екен, немесе тек қана денсаулыққа пайдасы бар деген сияқты әртүрлі ниет араласпауы керек. Әрине, бірінші ниет дұрыс болса, Алла үшін, қалғандығы денсаулық, жаңағы адамдармен бірге тамақ ішіп, соны қуану, оның барлығы артынан келе беретін нәрселерден болып есептенеді. Бұл бірінші мәселе. Екінші, Рамазанның алдындағы дайындыққа жататын бұл ғалымдардың барлығы тәубемен қарсы алу керек дейді. Тәубе деген не? Тәубе күнәдан тыйылу, жасаған қателіктерге өкіну, енді қайтып бармаймын деп шешім қабылдау. Және төртінші, егерде біреудің хақысын жеген болса, хақысына кірген болатын болса, сол адаммен қарым-қатынасын дұрыстау. Қарыз болса, аманат болса, аманатын қайтарып беру, біреуді ренжіткен болса, жаңа парақпен кіру керек қой Рамазанға. Содан кешірім сұрап, сол адаммен қарым-қатынасын дұрыстап алу. Ораза тек рухани құлшылық емес, ол адамның денсаулығына да әсер ететін ерекше ғибадат. Дұрыс ұсталған ораза ағзаны тазартып, тәртіпке үйретеді. Алайда кейбір адамдар ауызашарда шамадан тыс тамақтанып, денсаулығына зиян келтіріп жатады. Сондықтан Рамазан кезінде дұрыс тамақтану мәдениетін білу өте маңызды. Сәресі мен ауызашарда қандай тағамдар пайдалы, қандай қателіктерден сақтану керек, созылмалы ауру бар адамдар неге мән беруі қажет, Рамазан кезінде қалай тамақтанған жөн? Осы сұрақтарға жауап алу үшін дәрігер кеңесін бірге тыңдайық. Дұрыс тамақтану не екенін айтатын болсақ, ең бірінші 4 негізгі принципті сақтай отырып тамақтануымыз керек. Бірінші принцип ол теңгерілген. Теңгерілген дегеніміз бізде ағзамызға қажетті ең негізгі тамақтанулар бар. Ол белок, май және көмірсу. Сосын төртінші клетчатка, қазақша жасұнық деп айтады. Осы төртеуін теңгерілген күйде күнделікті тамақтанып отыруымыз керек. Екінші ол әртүрлілік. Яғни тек қана бір тамақтарды ғана емес, тамақтарымызды апта сайын түрлендіріп отыруымыз керек. Үшінші ол мөлшермен, яғни қатты тойуға болмайды. Әрбір тамақта тек мөлшермен ішу керек. Төртінші ол толыққанды,
яғни біздің таңдап отырған тамағымыздың ішінде күнделікті қолдануға қажетті, адам ағзасына қажетті макроэлементтер, микронутриенттердің болуын қадағалауымыз керек. Егер осы 4 негізгі принципті сақтай отырып тамақтанатын болсақ, кез келген тамақпен де, онда біз оразада да дұрыс тамақтанған болып саналамыз. Әрі ағзамызға пайдалы болады, әрі ағзамызға зиян келтірмейтін боламыз. Негізі бізде ораза айы келе жатқан кезде біз керісінше барлық тамақтан негізі мүмкіндігінше асқазанымызға жеңілдік беру үшін солай құрылу керек дастархан. Сондықтан дастарханды толтырған негізі асқазанға зиян болады, әрі ысырап болады. Және дастарханнан тәтті тағамдарды, тәтті газды сусындарды алып тастау керек мүмкіндігінше. Әсіресе асқазан аурулары бар адамдарға зиян болады. Сондықтан бірден жаңағы ет асу, шелпек, сорпа бірден ішуге болмайды. Себебі бізде асқазан шек жолдарында бауырдың астында өт деген өтіміз бар. Ол өтіміз күні бойы ашыққаннан кейін ол жерде өтіміз жиналып тұрады, іркіліп. Егер біз жаңағы бірден тамақтанатын болсақ, өтіміз дұрыс бөлінбей ауырсыну тудыруы мүмкін. Сондықтан ақырын бастау керек. Ең бірінші су ішіп аламыз, 15 минуттай ақырын өттің бөліне кедергілейтіндей. Немесе күні бойы энергия таусылғаннан кейін кішкене энергия беру үшін құрма жеуге болады. Және де ақырындап белокты тағам мен майлы тағамды бірінші жеу керек. Сол кезде өтіміз ақырындап дұрыстап бөліне бастайды. Және ауыр көмірсуларды кейінге қалдырған дұрыс. Қасиетті Рамазан айы тек жеке құлшылық емес, қоғамдағы бірлік пен жанашырлықтың да көрінісі. Бұл айда адамдар бір-біріне көбірек көмек көрсетуге тырысады, қайырымдылық шаралары да көбейеді. Еліміздің барлық өңірлерінде мешіттерде дайындық жұмыстары жүргізіліп, жамағатқа қолайлы жағдайлар жасалып жатыр. Ауызашар дастархандары ұйымдастырылып, мұқтаж жандарға көмек көрсету басталып кетті. Ендеше өңірлердегі дайындық барысына назар аударайық. Шымкентте қасиетті Рамазан айының қарсаңында арнайы талаптарға сай жасалған ауызашар мәзірі таныстырылды. Рамазан айына дайындық шараларын пысықтау мақсатында шаһарда алқалы жиын өтті. Онда ауызашар тағамдарына тегіс халал өнімдерін қолдану талабы бойынша анықтамалық баяндама жасалып, ауызашарға арналған халал өнімдердің тізімі көрсетілді. Сонымен қоса мәжілісте Рамазан айында айтылатын уағыз насихаттар, тарауих намазында Құран хатым өткізу, әз-Наурыз мерекесін атап өту тақырыптары талданып, нақты тапсырмалар берілді. Осыған сақтық шараларын біз өте мұқият қарағы болуымыз керек. Құрметті әріптестер, ең қиын мәселе осы ауызашар уақыттары біздің КМДБ халал өнімдері арқылы жұмыс істеу мәселелерін осыған қолға алу керек. Ауызашар дастарханына ұсынылуға әзірленген мәзірде ұлттық тағамдар мен табиғи өнімдер, яғни жеміс-жидектерге басымдық берілген. Өйткені бұл тағам түрлері көбіне зиянды қоспасыз табиғи жолмен дайындалады. Сонымен бірге бағалар да қолжетімді көрінеді. Осы нәрселерді ортақтаса отырып, бас имамымыз бар, орынбасарлары бар, өзіміз секілді мамандармен ақылдаса отырып, осы мәзірлерді ұсындық. Ары қарай халал мекемесіне жолдаймыз. Олар ары қарай дұрыс дегеннен кейін бүкіл имамдарға осы мәзірді суреттеріменен арнайы қойылған жаңағы рұқсат етілген дүниелерді ортаға тастаймыз. Сол арқылы Рамазанға дайындық жасап, ауызашарға Құдай қаласа кірісетін боламыз иншалла. Осы халал даму мекемесінің арнайы халал даму KZ деген сайты бар. Онан кейін халал гейт деген арнайы платформа қосылған, мобильдік қосымша. Барлығы бар қазір. Барлығы жетімді, қол жетімді. Таңбаменен біздің өзіміздің тексерісіміздегі оңтүстікке, оның Шымкент қаласының өзінде өндіріліп жатқан өнімдер, қол жетімді өнімдер. Оның біз осы суретін қойған уақытта халал жаңағы прайсқа, халал чекке осы біздің өзіміздің тексеріп жатқан өнімдерді қойдық. Рамазан айындағы ауызашар жиындарында өрт қауіпсіздігі мен санитарлық талаптарды сақтау мәселесі бойынша арнайы мамандар имамдарға түсіндірмелік баяндама оқыды. Соның ішінде өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауға байланысты ғимаратта от жақпау, өрт сөндіру құралдарының дайын әрі толық болуы және өзге де қауіпсіздіктер жайы айтылды. Үй жағдайында өрт қауіпсіздігі бойынша
түсіндірме жұмыстары жүргізіп жатыр. Жаңағы үйде электр сымдарын дұрыстығын, дұрыс жұмыс жасауын қарап шығу, сонымен қатар үйде ашық өткізін пайдаланбау. Мынау қазір қыс ауасында үйде үй жылытатын аспаптар бар, солардың жарамдылығын қарау, олардың мұржаларының жарамдылығын қарау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Жиында Рамазан айында жергілікті әкімдікпен бірлесіп қайырымдылық шараларын өткізу жоспары айтылды. Сонымен қатар тарауих намазынан бөлек арнайы хатым Құран түсіретін мешіттер анықталып, дайындықты бекіту тапсырылды. Мұнымен қоса әлеуметтік желіде ораза насихаттарын жүргізу жайы айтылып, көпшіліктің ораза танымын кеңейту һәм берекелі айды пайдалы өткізуіне атсалысу көзделіп отыр. Әділет Әнуар, Жомарт Қолдасбеков, Мұнара телеарнасы, Шымкенттен. Құрметті көрермен, Рамазан айында адам тек құлшылығына ғана емес, күнделікті тұтынатын дүниесіне де ерекше мән береді. Себебі исламда адал ризық құлшылықтың қабыл болуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі. Бүгінде түрлі дәрумендер, биологиялық белсенді қоспалар, тағамдық өнімдер кеңінен қолданылып жүр. Алайда олардың құрамына назар аудару өте маңызды мәселе. Әсіресе ораза кезінде денсаулықты сақтау үшін қабылданатын өнімдердің халал болуы әр мұсылман үшін жауапкершілік. Ендеше халал чек айдарында осы тақырыпқа тоқталамыз. Омега-3, D3, магний, калий бұлар биологиялық белсенді қоспалар. Бұл дәрумендердің құрамында ферменттер, гормондар, ақуыздар және жануар тектес компоненттер болады. Бұның барлығы күмәнді қоспалар. Кейбір препараттарда адам немесе жануар қанынан алынатын ақуыз, альбумин, плацента экстракт, шошқа өтінен алынған заттар, сондай-ақ шошқадан алынатын инсулин сияқты гормондар болады. Фармацевтика өндірісі көбіне осы қоспаларды пайдаланады. Ол капсулалық өнімдерден, баттардан біз сақтанғанымыз дұрыс. Себебі көптеген жаңағы бат өнімдерінің капсулалары бұл жануар тектес болып келуі мүмкін. Жануардың өзінен, мысалы, доңыздан алынған немесе ірі қара мал, сиырдан алынған, балықтан алынған желатин болуы мүмкін. Сиырдан алынған желатин болғанның өзінде, капсула болғанның өзінде, ол сиыр шариғат талаптарына сай сойылды ма, сойылмады ма, ол үлкен сұрақ белгісі. Мамандар вегандық өсімдік тектес целлюлоза капсуласынан жасалған бат өнімдерін таңдау қауіпсіз дейді. Дегенмен өнімнің веган деп белгіленуі әрдайым дұрыс бола бермейді. Өйткені құрамында жасырын жануар тектес компоненттер немесе ферменттер болуы мүмкін. Сонымен қатар кейбір бат құрамында еріткіштер немесе алкоголь бар. Бұл да қабылдауға қарсы көрсеткіш болуы мүмкін. Тағы да қарастыратын нәрселер бұл қосылатын иіс беретін жаңағы ароматизаторлар және де бояғыш заттар. Бояғыш заттар дегеніміз, мысалы, біз сақтануымыз керек қызыл түсті капсулалардан. Себебі оның құрамында жаңағы жәндіктен, карминнен алынған, кармин бояғышынан алынған капсулалар, қосылған капсулалар болуы мүмкін. Ароматизаторлардың өзі қосылған кезде сұйық болуы мүмкін, немесе құрғақ болуы мүмкін. Ал сұйық ароматизаторларда бізде не күмәнді? Себебі сол ароматизаторлардың иісін сақтап қалу үшін оның құрамына спирттер қосылу. Кальцийдің сіңуіне буындар мен иммун жүйені қолдау үшін тұтынатын D3-ке де мән беру керек. Әсіресе балаларға рахиттің алдын алу мақсатында беріледі. Бірақ көбіне балаларға арналған D3 құрамында спирт болады, ал ол балаға кері әсер береді. Ол кейде пайдасыз да болып жатады. Себебі D3 майда, яғни өт жолында еритін витамин. Ал өт жолы толып тұрса, витамин дұрыс сіңбей, әсерін көрсете алмайды. Сондықтан D3 қабылдамас бұрын өт жолын тазалау керек. Мамандар өт жолы мәселесі бар адамдарға D3-тің липосомалды түрін таңдауға кеңес береді. Сондай-ақ тері, шаш, тырнақ және буынға пайдалы теңіз өнімдерінен жасалатын коллаген де қауіпті болады. Зауытта доңыз өнімдерімен бір қазанда қайнауы мүмкін. Бұл контаминация қаупін тудырады. Сондықтан дәрі-дәрмек аларда құрамын тексеріп, халал сертификатына мән беріңіз. Мұсылман елдерінен келетін болса, бір халал деген түсінік қалыптасып қалуы мүмкін. Мысалы, Малайзиядан келген, Ираннан келген, Түркиядан келген бат витаминдерді ол жақ мұсылман мемлекеті ғой деп ешқандай сенімді сертификатынсыз мемлекеттік тіркеуден өтпегеніне қарамастан оны қолданып жатады. Ол мұсылман мемлекетінде шығарылды екен деп оның толықтай өнімді халал деп айта алмаймыз. Себебі ол мемлекетте мұсылманнан өзге де ұлттар тұруы мүмкін
және де шикізаттарын мұсылман емес, яғни басқа да мемлекеттерден алып келіп, қосып, бірақ өндіруші сол мемлекет деп көрсетіп, халыққа сатуы мүмкін. Адамның тәні де, жаны да жеген асына байланысты қалыптасады деген түсінік бар. Сондықтан мұсылман адам үшін тек тойып жеу емес, адалынан жеу маңызды. Сондықтан әрбір мұсылман тұтынатын тағамына жауапкершілікпен қарау қажет. Осы орайда халал тамақтанудың маңызы туралы республикалық бас мешітінің ұстазы Қарлығаш ұстазды тыңдап көрейік. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Исламда денсаулық адамға берілген ең үлкен нығметтердің бірі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, адам екі нығметтің қадірін біле бермейді. Денсаулық пен бос уақыт деген. Денсаулық адамға аманат. Алла тағала Құранда халал әрі таза нәрселермен қоректеніңдер деп бұйырған. Бұл денсаулықтың ең негізгі шарты. Астың таза, адал болуы тән саулығына тікелей әсер етеді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дұрыс тамақтануға ерекше көңіл бөлген. Өзінің бір хадисінде асқазанның 3-тен 1 тамаққа, 3-тен 1 суға, 3-тен 1 ауаға деген. Бұл қазіргі медицина дәлелдеген ең сау, пайдалы қағида. Қасиетті айда мешітке келушілер саны бірнеше есе артады. Әсіресе тарауық намазына жиналатын жамағат көп болады. Сондықтан мешіт әдебін білу өте маңызды. Мешіт Алланың үйі, онда өзін ұстау мәдениеті, тазалық сақтау, тыныштық сақтау, өзгеге құрмет көрсету мұсылман әдебінің бір бөлігі. Сіздерді тарауық намазына шақыра отыра, мешіт әдебі туралы қысқаша бейнероликті ұсынамыз. Ассалаумағалейкум. Мешітке бару жүректі тазартып, жанға тыныштық сыйлайтын ерекше рухани сәт, және оның өз әдептері бар. Есіктің алдында аяқ киімді шешіп, телефонды үнсіз режимге қойып, көңілімізді тек құлшылыққа бұрамыз. Мешітке кірерде оң аяқпен кіріп, дұғаны оқимыз. Әрдайым таза, жабық және жинақы киіммен барған жөн. Мешітте қыз-келіншектерге арнайы киімдер ұсынылады. Мешітте отыру, тыныштық сақтау және басқа адамдарға құрмет көрсету де әдептің бір бөлігі. Мешіт құлшылықтың мекені. Кіргеннен кейін 2 ракағат мешіт ақысы намазын оқып, қалаған дұғаңды айтып, ниетіңді білдіруге болады. Мешіттен шығар кезде дұғаны оқып, сол аяқпен шығамыз. Мешіт әдебін сақтау құрметтің белгісі. Гүлнұр Өмірзаққызы, Мұнара телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада біз қасиетті Рамазан айының маңызы, оған дайындалу, денсаулық сақтау, халал тұтыну және мешіт әдебі туралы маңызды мәліметтермен бөлістік. Қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты, берекелі болсын. Ұстаған оразаларымыз, жасаған дұғаларымыз қабыл болсын. Мұнара телеарнасының ұжымы сіздерге тек жақсылық пен игілік тілейді. Келесі бағдарламада кездескенше.